Қайырлы күн алтындарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін сметанка мақ қосылған пирогын дайындаймыз. Менің каналыма подписка жасап, лайк баса кетіңіздер. Біз бұл жерде құрғақ ингредиенттерді алып, бірінші араластырып аламыз. Яғни ұнға байланысты 200 не болмаса 180 грамм ұн аламыз. Оған қант қосамыз 30 грамм. Қантымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін бұл жерде 100 грамм бізде сармай бар. Сармайымыз әбден еріген. Бөлме температурасында болады, не болмаса микроволновкаға өстіп жібітіп алсаңыздар болады. Жақсылап крошка дайындаймыз. Жақсылап араластырып крошка дайындап аламыз бірінші. Және де бұл жерде біздің сармаймыз 82% болу керек. Тестамыз өте жұмсақ, және де песочный болып шығады. Осылай жақсылап жан-жағын араластырып, крошкамызды дайындап алғаннан кейін, бұның бетіне, үстіне бір дана жұмыртқа қосамыз. Бір дана жұмыртқамызды қосып алып, жақсылап оны ары қарай илейміз. Тестамызды дайындаймыз. Сметанковый пирогпен және орео пирогтың тестасы және де қосындысы бәрі бірдей, тек қана бұл жерде бізде орео печеньеға ореоны саламыз және де тестасына оған какао қосамыз. А бұл жерде бізге какаоны қажет етпейді. Оны разрыхитель, сахар және де қант және де осылай май жұмыртқа кетеді. Міне көрдіңіздер, менде бұл жерде тестам жаңағындай жетпей қалды. Оны кішкене қостым. Сонда 200 граммдай менде ұн болды. Жаңа менің алғаным бастапқысында 180 грамм ұн болған. Өстіп табамызға салып, жақсылап оны орналастырып аламыз. Бортиктерін жасаймыз. Менде бұл жерде 22 диаметрлық ыдысым және де биік бортиктерін көргендеріңіздей, бортиктерін өстіп жақсылап дайындап аламыз. Бір келкі қылып, қазір салмамызды салғаннан кейін бортиктерді кішкене түсіреміз. Сонда өте әдемі пирог болып шығады. 180 градус, осы уақытта 180 градуста пештерімізді қосып қоямыз. Конвекция болса конвекция. Пеште дайындаймыз қазір. Пешіміз ысып тұрғанша біз салмасына кірісеміз. Тестамызды әбден жақсылап тұрып дайындап, өстіп бір шетке қойып қоямыз. Көргендеріңіздей өте әдемі шықты. Енді таза ыдысымызға біз 400 грамм сметананы саламыз. 400 грамм сметанамызды салып, бұл сметанаға 20% болу керек. Бұл сметана одан сұйық болмау керек. 20% сметанамызға 1,5 қасық кукурузный крахмал қосамыз. Және де ең басты ингредиент бұл жерде бізде мак болады. Бұл макты жақсылап тұрып жуып аламыз суда. 20-30 грамм қосаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Дәмін енді айта алмаймын, жасап көрсеңіздер болады. Макты жақсы көретін адамдарға өте таптырмас пирогтың бірі. Осылай магымызды салып аламыз. Бұл жерде кукурузный крахмал 1,5 қасық шықты. Қасықтай шықты, толтырмай осылай саламыз. 15 граммдай жасадым бұл жерде. 15 граммды осылай толтырып аламыз. Содан кейін жақсылап бұларды араластырамыз. Содан кейін бізге 2 дана жұмыртқа керек. 2 дана жұмыртқамызды салып аламыз. Бәрін бір келкі салып алғаннан кейін ғана осылай араластырып шығамыз. Бәрін салып болғаннан кейін енді бізде осы жерде сахарный пудра қоссаңыздар болады. Қантты ұмытып кетіппін, қант қосамыз бұл жерде. Қантты да өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты 60, 70, не болмаса 80
тым тәтті болсын десеңіздер 80 грамм қоссаңыздар болады. Қазір оразаның уақыты болғаннан кейін қатты тәтті қылуды қаламадық. Сондықтан 50 граммдай қантты ғана қостық. Енді венчикпен жақсылап осының бәрін араластырамыз. Салмамызды жақсылап, бәрі араласып, бір қалыпқа түскенше осылай венчикпен араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін табамызға құямыз. Ысып тұрған пешке, 180 градустағы пешке саламыз. Ыстық күйінде салған дұрыс. Дәл ортасына салдым мен пештің. Және де бұны алған уақытта беті бұлқылдап тұрады. Оны жақсылап тұрып, бөлме температурасында суытып алғаннан кейін холодильникке қоямыз. Осылай салмамызды салып, жақсылап тегістеп аламыз бортиктерін. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған айтолқын. Каналыма тіркеліп лайк басыңыздар.